Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Кеше президенттің жолдауын көрген шығарсыздар. Келесі жылы депутаттарды қайтадан сайлаймыз деп жатыр. Депутаттардың назарына бірден айтайын деп едім. Сіздер сайлау болады деп еді, арттарыңыз жыбырлай бастаған сияқты ғой. Бүгін ғана жаңалық шығыпты, біздің күллі депутаттар баяғы Нұрсұлтан атауын қайтадан Астанаға ауыстыруды ұсынып, тіпті петиция жасап жатыр екен. Құрметті менің сүйкімді айналайын жандарым, депутаттарым, 2019 жылы Астана қаласының атауын Нұрсұлтан деп өзгертейік деп бір ауыздан дауыс берген дәл осы қазіргі креслода отырған сендер емессіңдер ме? Не сонда жиналыста 90 минуттың 89 минутын ұйқымен өткізетін жылы креслоларыңды жоғалтып аламыз деп көттерің дірілдеп жатыр ма? Мен сендерге қарап ұяламын, намыстанамын, құрметті менің депутаттарым. Намыс қайда? Соншалықты өздеріңді төмендететіндей не болды сендерге? Түйсік болу керек қой адамда, кішкене болса да. Көшеде жүрген жезөкшелерден сендердің ешқандай артықшылықтарың жоқ. Бастық не айтады, соның айтқанымен жүресіңдер. Сендер қазақтың жағдайын мүлдем ойлап жатқан жоқсыңдар. Сендердің басты мақсаттарың бастыққа жағу, соның артын жалау, сабансыз кіру. Сондықтан мен кәміл сенемін, қазіргі отырған депутаттарға қазақ елі мүлдем дауыс бермейді деген ойдамын. Жастарға жол беріңдер, таза реформа жасайтын. Сендердің жасап жатқан реформаларың тоқал мен пирамидадан аспайды. Дөйт, малдар біле. Қалай заланбайсың? Кезінде Назарбаев деп ұрандаған, ал қазір Тоқаев деп сумаңдаған мына Мәди Ахметовтың әңгімесін тыңдап шығыңызшы. Тек ашуланбаңыз. Көт жалағыш жас балаға бола, нервіңізді құртпаңыз. Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш президент күнін алып тастау, мерекелер күнінен қатарынан алып тастау туралы ұсынысты әлеуметтік даму комитеті берді. Енді біз білеміз ғой, енді сіз қателеспесем, кезінде осы тұңғыш президентке ескерткіш қоюды ұсынғансыз. Енді бүгін қолдап дауыс бердіңіз бе осы неге? Бүгін ұсыныс тасталды. Бірінші оқылып, 11 айдың 25 жұлдызын бізде республика күні ретінде қазір бекітіліп жатыр. Негізгі декларация қабылданған. Енді ол тұңғыш президенттің күні жалпы алғыс айту күнімен қатар жалпы календарда қалатын болса да, демалыстар тізімінен, яғни күндер тізімінен алып тасталды. Сіз осы норманы қолдап дауыс бердіңіз бе? Жалпы жаңа бірінші оқылымда біз баршамыз 98 депутаттың барлығы дауыс берді. Кезіндегі Назарбаевқа ескерткіш қою туралы ұсынысыңыз бүгін ол бүгін дауыс бергеніңізге кері қарай емес деп ойлайсыз ба? Біз қазір жаңа Қазақстанды құрып жатырмыз, сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Болар іс болды, бояу ісін. Кері қарай емес. Нақты өзіміздің мына әділетті, әділ Қазақстанды құруға қарай бағыттамыз. Сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Яғни кері қарай емес. Әрине кері қарай емес. Сізге Нұрсұлтан деген атау жақын ба, жоқ әлде Астана деген қаланың атауы? Жалпы өздеріңіз білесіздер, 2 жыл бойы енді ресми түрде Нұрсұлтан қаласы ол өзгерді, айтып та жүрдік. Кейде Елорда дейміз, кейде Астана дейміз, кейде Нұрсұлтан дейміз. Бірақ енді қазір жалпы қоғамдағы сұранысты өздеріңіз көріп отырсыздар, ұсыныс берілді, талқылауға түседі. Әлде бұл бойынша нақты мәселе. Жеке пікіріңіз Астана. Өзіңіз қалай 2 жыл бойы қандай атаумен атап жүрдіңіз? Мен ресми түрде Нұрсұлтан қаласы деп атап жүрдім. Енді қазір қолдаса, мысалы, деп атап жүрдім, Елорда деп атап жүрдім, басқала деп атап жүрдім. Мырза, сіз ескерткіш қоюға ұсындыңыз, енді бүгін осылай дауыс беріп отырсыз. Мен сізге тағы да айтамын. Сонда ертең басқа ұсыныс жасау, оған да келісе бересіздер ме? Бұл 200-лік емес пе, мысалы? Әрине 200-лік. Кімнің қолында билік бар, соның қолы боламын деп тұр ғой бұл бала. Қаңтарға дейінгі Қазақстан мен қаңтардан кейінгі Қазақстанды салыстыруға келмейді. Қазір біз жолдауда да, басқа бағыттарда да өзіміздің негізгі әділетті Қазақстанды құруға, жаңа Қазақстан құруға бүткіл күш-жігерді жұмылдырып жатырған жағдайымыз бар. Мұны қалай түсінеміз? Қаңтарға дейінгі Қазақстан және қаңтардан кейінгі Қазақстан дегені қалай кетті? Сонда қаңтарға дейін әділет болмады ма билікте? Үйбай Мәдижан, қаңтарға дейін әділ президентім Назарбаев ескерткіш қою керек, қазақ үшін адал қызмет етемін деп айтқандарың өтірік болғаны ма? Айт енді. Қазақстан халқына адал қызмет етуге. Адам болмайды мынау. Жарайды, тағы не дер екен? Қазіргі биліктен де бөлек билік келуі мүмкін, Мәди мырза. Сол кезде әрине бұл мемлекетшілдік қағиданы қалыптастырады. Яғни біздің елімізде жеке басқа табу емес, мемлекетшілдік жалғыз қағида болуы керек. Біз сол бағытта қарай келе жатырмыз. Жеке басқа табыну деп отырсыз. Жоқ, Мәди мырза. Мемлекетшілік тұрғыдан қарап жатырмыз. Жеке басқа табыну.
Алия Ахметов басқа да Қасым Жомарт Тоқаевтың басқарып отырған кезінде мен Алия бұл жердегі адамға қарсы емес, адамға байланысты емес. Мен сізге айтып тұрмын, мен сізге тағы да бір рет айтайын. Бұл жерде адамға қатысты емес, бұл жерде мемлекеттік тұрғыдан қарап отырмыз, яғни алдағы перспективада мемлекетіміздің дұрыс қалыптасуы тұрғысынан. Рахмет. терпеласың ба? Чорсың ба? Бұл қалай түсінуге болады? Бұл сонда бажырайып тұрып басымызға түсіп тұр ғой. Қанымды қайнатқан депутат-сымақтардың қылығына қарап қалай күйінбейсің? Ит жоқта шошқа үреді демекші, Назарбаев биліктен кетіп еді. Кезінде оны жақтаған осындай депутаттар өзгеріп шыға келді. Кезінде оған ләм-лим деп сөз айталмаған шенеуніктер нағыз 200 болған ма сонда? Әлде мәжілісте кілең сөзінде тұрмайтын топастар отыр ма? Вы когда-то проголосовали за переименование Нур-Султан, теперь депутатская группа предлагает вернуть Астана, теперь вы как проголосуете? Времена меняются. Вы быстро меняетесь, нет? Извините. Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Міне осылай Ирина Смирнова да бірден бұрынғы көзқарасынан тайқып шықты. Қандай ұятсыздар деймін де. Ойлаңыздаршы, осындай 1 грамм намысы жоқ арамзаттар, адамзаттар біздің тағдырымызды шешіп отыр. Бұларға сонда не істеу керек? Мұндай депутаттарды желкесіне сүйреп, мәжілістен қуу керек пе? Негіз бар ғой, кім не десе де, Назарбаевтың аты да, заты да тарихта қалмау керек деп ойлаймын. Жарай, мәселе бұл емес. Мәселе кімнің бидайы піссе, соның тауығы болып шақыратын депутаттардың 200-лігінде. Заланып кеттім ғой, ё-майё. Қысқасы, ертең кешкі сағат 22:00-де Қазақ-Бізгі жобасын қараңыздар. Эксклюзивті жаңалықтарым бар. Қысқасы, айтарым көп сіздерге, қазағым.